Ендеше, назарларыңызды ортаға бұрып, ұялы телефондарыңызды өшіріп, тамаша көңіл күймен бүгінгі тойымызды бастаймыз ағайын. Шапалақпен, көңіл күймен біз бастаймыз. 2, 1. 안녕하세요. Армысың қуаныштың көрермені, сағынып ұлын келді өнердегі, бүгінгі тойымызға қош келдіңіз, жаратқан жар болып төбемдегі. Ізді басам бір күні бабам басқан, толғанам ақылсырап замандастан, нағыз қазақ жігітіне тән қасиет, ассалаумағалейкум деп, амандасқан деп қоямыз ағайын қанеке. Шырқап әнге салайын, амандасып алайын, амандастым топпенен, амандастым көппенен, киелі жерге жиналдық кімдер бір келіп кетпеген, алдарыңда бәрі бар қазы қарта етпенен, ұлықсат егер етсеңдер, осы тойды жүргізейін еппенен деп. Тойға жиылған ағайын, бүгін міне Қазақстан даласында, Теміртау қаласында, мынау той бастар мейрамханасында жадырасып жарасатын, жамырасып тарасатын, балтатыған тілектер тыңдалатын, ән тербеген жүректер нұрланатын, қызығы күннен күнге жырланатын, келмегендер қызықтан құрғалатын, біздің Құлжановтар әулетінде дөрлеген думанды той ағайын. Денсаулық әрқашанда мықты болсын, келген қонақтарымыздың қадамы нықты болсын, осы той баршамызға жұғысты боп, тойымыздың іргетасы құтты болсын деп қоямыз ағайын қанеке. Ал ағайын, бүгінгі тойдың себепшісі бір Алланың құлы, біздің Нұрсұлтандай баламыздың белді туған ұлы, бүгін мынау әділет баламыздың сүндеттелген сүндет той екен ағайындарым. Тойлай берсең, той тұры көп күнде той, бір той бар атананың міндет қой. Басқа тойды қайталауы мүмкін ғой, бірақ рет кездесетін өмірдегі сүндет той деген. Сол айтпақшы, құрметті көпшілік, бүгін біздің Нұрсұлтан мен Лаура әділеттей баласын сүндеттеп, атаналық міндетін атқарып жатқан жай бар екен. Ендеше талаптарыңыз оң, талғамдарыңыз мол болсын, тойлары құтты болсын деп шапалақ соғамыз ағайындарға екен. Енді тойға жиылған ағайын, мәртебелі мырзалар мен ханымдар, көпке созбай, әдептен озбай, жүректен қозғай отырып, бүгінгі қуаныш иесі, яғни біздің әділетті баламызды қазір барлығымыз біргелікте орнымыздан тұрып, қолымызды жақсылап ұрып, қолымызды қалтамызға салып, көрімдікке бүтін 20 мықтан алып, қазір баршамыз біргелікте жақсылап қарсы аламыз. Яғни біздің Ай Сәпи бишілер тобының сүйемелдеуімен баршамыз жақсылап бір қарсы алайық қанеке. Ал сіздердің қошеметтеріңізбен сахнада Ай Сәпи би тобы. Қол соғып отырайық ағайындар қанеке. Хоп, хоп, хоп.
Hey бәрекелде Айсафи би тобына қол соғып қошеметтейміз қанеке. Ал ендеше біздің әділетті баламызды қошеметтің астында қарсы аламыз ағайындар. Кет қанеке, тойлар құтты болсын. Ағатқанын кезеді жас баланы, қолжынға атағаны тасталады. Сүндетке отырғызу міндет ұлды, осылай мұсылмандық басталады. Сүндетке отырғызу міндет ұлды, осылай мұсылмандық басталады. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Hey қанеке, қол соғып қошеметпен қане көріміз қаламыз ағайын. Hey қанеке. Сақтаған дәстүрі мен салдың елім, ұрпақпеннің жасаған халқым менің. Қазақтың ұлы дала қыранындай, мәңгілік көк аспанда шалқып елім. Қазақтың ұлы дала қыранындай, мәңгілік көк аспанда шалқып елім. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Ал құрметті тойға жиылған ағайындар, біздің әділетті баламызды тақтан Қайрат нағашысы түсіріп алады деп жатыр көтеріп. Қайрат нағашысы қайда? Қайратқа қошемет бар ма? Қане, Қайрат. Ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Қанеке. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Қане, мына Қайрат нағашысына апасы мен жездесінің бүгін шапаны бар екен. Қайратқа бола ма олар? Тақпат. Қайрат любойын айрат дейсің ғой. Бәрекелді, құтты болсын. Киімің тоза берсін, өмірің оза берсін, той дегенде делебең ұйыстып қоза берсін деп қояқ. Қайратқа бір қол шапалақ болсын ағайындар. Тамаша, керемет. Рахмет, бәрекелді. Ал құрметті ағайындар, міне Балали базар тегінде бақтың бала сеніңде, бақтың бала меніңде, ажарың жайлы ойламай, базарың жайлы ойламай, балалар жайлы ойламай, бақытты болу қайдамай деген екен. Осындай біздердің балаларымыз, немерелеріміз аман болсын, тыныш заман болсын деп бәріміз бір ду қол шапалақ соқпайық ағайындар. Бәрекелді. Біздің әділеттің көзінде мәңгі бақи жанып тұрған жалын болсын, кеудесінде сөнбейтін дарын болсын. Құрметті тойға жиылған ағайын бәрін айтты, бірін айт. Біздің әділет профессор, академик, я болмаса ғалым болсын деп те шапалақ соқпайық қанекей. Рахмет. Ал тойға жиылған көпшілік мәртебелі мырзалар мен ханымдар,
Біз мерекені әрмен қарай жалғастырып, бүгінгі біздің Құлжановтар әулетіндегі болғалы жатқан дүбірлеген думанды тойымыздың бетпердесін ашып, түндігін тұрып алсақ деген ойымыз бар. Сонымен қазір Ақтілектің алаңына анасында, осы елдің атасында силай біл ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкеннен баталайық, қыласы үлкеннің батасында деп. Мына үлкенге сөз берсең де жарасады дейді, үлкенге қол берсең де жарасады, үлкенге тон берсең де жарасады, үлкенге жол берсең де жарасады деген. Бүгінгі тойымыздың төрінен орын алған, осы әулеттің тірегі, осы әулеттің жүрегі, осы әулеттің іреңі болған Батырхандай ағамызды Ақтілектің алаңына шақырып, бүгінгі думанды тойымыздың бетпердесін ашып, түндігін түргізейік. Батырхан ағамызға бір ду қол шапалақ болсын ағайындар екен. Рахмет, бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі біздің сүндеттеліп жатқан әділет баламыз ел сыйлайтын үлкен азамат бола берсін дейміз. Ал енді бүгінгі дүбірлеген думан тойымыздың бетпердесін ашып, түндігін түріп беріңіз Ғанеке. Ассалаумағалейкум. Алыс жақыннан келген ағайындар. Бүгін Сабировтар әулетінің үлкен қуаныш той. Соның ішінде Құлжан Нұрсұлтанның шаңырағында ұлы әділеттің сүндет тойына қош келдіңіздер. Дастарханымыз ашық деп есептеймін. Той тойға ұлассын. Той тойға ұлассын. Балдар бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Әділет баламыздың үлкен азамат болып жетістің, атасындай болды. Әрбір басқан қадамы құтты болсын. Сөз бергендерің үшін рахмет. Рахмет, бәрекелді. Ата, ақсақал кетіп қалмаңыз. Мынау сізге де бір иығыңызға шапанды жауып жатыр. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күліп күтіп әнекей жағада тұр деген екен. Біздің осындай ақсақалды қарияларымыз аман болсын, тыныш аман болсын деп қояқ. Ал тойлар құтты болсын. Тойымыздың дастарханы ашылды ағайын. Дастарханда 9 емес 90 түрлі тамақ тұр, 8 емес 80 түрлі салат тұр, 7 емес 70 түрлі арақ тұр, 6 емес 60 түрлі шарап тұр. Соның бәрі сіздерге ғана қойылған ағайын. Тек сіздерге ғана қарап тұр. Ендеше тостар құйылсын, әңгіме дүкен жиылсын. Біздің Нұрсұлтан мен Лаураның тапқаны тек осындай жақсы ниет тойға бұйырсын дейміз. Алдымыздағы асқа дәмге қарайық. Біз мерекені әрмен қарай жалғастырып отырайық. Құрметті тойға келген ағайындар, мен Ақтілектің алаңына бүгінгі тойдың иесі болған, шаңырақтың киесі болған, біздің әділетті алтын асықтай ұлымыздың асқарта кесі Нұрсұлтан баламызды және Лаура атты алтын құрсақты анасын сіздердің қошеметтеріңізбен Ақтілектің алаңына шақырайық екен. Ей, тамаша! Рахмет. Бүгінгі қуаныштарың құтты болсын. Талғам болсын. Енді тойға келген ағайындар, біздің Нұрсұлтанды мен сол жағыма шығарайын. Нұрсұлтан кел, мына жағыма кеш. Лаура оң жақта қалсын. Қазір былай қыламыз. Нұрсұлтан екі қолды көтеріп, мына столдың арасымен былай бір айналып шығасын. Нұрсұлтанға жақсылап тұрып қошемет тұрамыз. Нұрсұлтанның бүгінгі беріп жатқан тойы құтты болсын деген кісілер аямай шапалақ соғайық. Дайынбыз ба? Кеттік, Нұрсұлтанға бір шапалақ. Нұрсұлтан бұндай болмайды. Бұлаумен шығып, аралап, бір өзіңді ана Мейрамбек Беспаев сияқты сезініп қайтсайшы бір кішкентай. Ал кеттік ендеше, Нұрсұлтанға қошемет қайда. Қайғыланға берілмейтін еркекпін мен, артқа қарай шегінбейтін еркекпін мен, елім дейтін жерім дейтін ешқашанда жегілмейтін еркекпін. Тастан соққан үстіңе зәулім алтын хан сарай
қасымда біреу бар ол қаншадай әкем жүрген еркекше мен де жүрем дәл солай еркек туар еркектен заң солай деп бір шапалақ соғайық. Ой, бәрекелді. Рахмет. Енді тойға келген ағайындар, мына бала кім деп атқан шығарсыздар мені? Мен Өзбекстаннан көшіп келдім, 2 ай болды. Әлі битна житесті шыққан жоқ. Мына жерде мен Прантобегім бар екен, қарындасым. Қандай шықты ма? Битна житесті ба? Әлі бар ма? Ай, бәрекелді. Я, бұл тойға мен аяқ астынан кеп қалдым. Жаңағы орыстар не дейді? Под ногами дейді ма? Сол айтпақшы, маған мына Лаура, біреулеріңіздің қыздарыңыз, біреулеріңіздің келіндеріңіз табан астынан звонит етті, осындай аға біздер той жасайын деп жатыр ек. Менің келем деп атқан там адам келмей қалды, аяғы сынып қалған. Соған сіз өтініш келіп жүргізіп беріңіз деді. Мен келдім. Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа дейді. Яғни біздер жақта Өзбекстанда той бұндай қылып өтпейді, енді басқаша ғой, білесіздер ғой енді. Бәріңіз де сол жақтан шыққансыздар. Лаура айтты маған, аға деді, келген қонақтарды күлдіртуіңіз керек дейді. Ақшасын сосын берем дейді. Енді мен жаңадан келгенмін, сол үшін не айтсам да өтірік болса да күле беріңіздер. Ақша керек қазір маған. Salom halkım salom O'zbekistonim O'zbek Turkman Qozon qora qalbim Shu vatanni bizga meros qoldirgan Salom mening ey ulug' bobolarim Salom halkım salom O'zbekistonim Рахмет, бәрекелді, өйісті қолдап қойыңыздар. Сосын Лаура айтты, той деді, от болу керек деді. Пожарный шақырып қойдығамыз деді. Мына жер өртену керек қысқасы. Сол үшін барлығымыз бір атаның, бір ананың баласындай болып, әділеттің бүгінгі сүндет тойын бір есте қалатындай, Теміртауда бұндай той болмағандай қылып өткізуге атсалсайық ағайындар. Я, маған ақша керек деген сияқты. Енді біз Лаураның мына столдарды бір айналдырып қайтайық шыққан екен. Лаураға бір шапалақ бар ма? Дарите женщинам сюрприз без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам сюрприз без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Шапалақ қайдаған екен? Ей, рахмет. Тамаша, керемет. Нұрсұлтан, сен де мен сияқты келіншегіңмен баяғы қыз кезінен кейін билемегенсің ау дейме? Біздің Лаураның басқасын білмей, Лаураның іші пысып қалыпты. Құрметті ағайындар, біздің Лаураға бір ду қол шапалақ қосылған екен. Ей, тамаша. Рахмет. Ал тойлар құтты болсын баршаңызға. Өйстіп қошеметтеріңізді аямай отырыңыздар ағайындар. Мынау не дейді? Жаңағы бесплатный сообщение сияқты дейді, шапалақ ұрсаң ақша кетпейді екен. Сосын шапалақтарыңызды аямай соғып отыра беріңіздер. Біз мерекені әрмен қарай жалғастырайық. Қазір келесі сөздің кезегін, айтар ойдың өзегін Мұқағали Мақатаев айтпақшы, анам маған үлкендерді сыйлады деген. Бұл сөз менің санама ізгілік құйған өрен, үлкендерден алынған ізгілікті үлкендердің өзіне сыйға берем деп. Тойымыздың төрінен орын алған, еркелетіп көтеретін төбеге немерені еш нәрсеге теңеме. Атасы мен әжесінің томпағы сақтап оған береді ғой шіркін-ай, алмұртпенен алман деп. Біздің әділетті ұлымыздың нағашы атасы мен әжесі Құрманғали құдамызбен Алмагүл құдағиымызды және әділеттің өзінің меншікті атасы мен әжесі
Әмірхан ағамызды, Айгүл анамызды сіздердің қошеметтеріңізбен ақ тілектің алаңына шақырайық. Кеше тойда жүредім қаным қызына, бір сұлу қыз билеп талай сызыла, арасынан қыздардың қашық боп қалдым, сіреленнің сүйкімді ару қызына. Жүзім алма қыз, жүзім алма қыз, маған ғашық жүректі үзіп алмаңыз. Жүзім алма қыз, күй баласын күте берсін қызыл ұрдаңыз. Жүзім алма қыз, жүзім алма қыз, маған ғашық жүректі үзіп алмаңыз. Жүзім алма қыз, күй баласын күте берсін қызыл ұрдаңыз. Рахмет, бәрекелді. Ата аналар, ата әжелер, қош келдіңіздер ғанеке. Ал тойларыңыз құтты болсын. Әділет ел сыйлайтын үлкен азамат болсын дейік. Ал құрметті ағайын, алғы сөзді біздің әділетті ұлымыздың нағашы атасы мен әжесінен бастайық. Ал ғане, ақсақал. Рахмет. Мінекей, ассалаумағалейкум. Бүгінгі кешке жиналған ағайын, туыс, құда, жекжат, бауырлар. Міне бүгін мына енді Лаура менің кенже қызым ғой, өзім қызым. Баласын кестіріп, мына жиен мұсылман той, сүндет той құтты болсын. Дендерің сау болсын айналайын. Бұдан да кейінгі қызықтарында осы әділеттің жаңағы тойында несі болып отыра берейік. Той құтты болсын, тойға ұласа берсін. Бұдан да кейінгі тойларында отыра берейік. Дендерің сау болсын. Мына кейінгі келген жастарға барлығы осы жұғысты болсын. Рахмет, мына алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Міне құдалар бар, жоралары бар, қайын жұртым бар, інілерім бар. Барлықтеріңізге рахмет, той жұғысты болсын. Баламыздың өмірі ұзақ болсын. Әрқашанда осы сіз біздік болып, құда жекжат болып, осы тойларда төрінде осы сөз сөйлеп, тілек айтуды Алла нәсіп етсін біздерге. Рахмет, тойларың құтты болсын, той-тойға аласын. Рахмет, бәрекелді. Құрманғали құдамызға қарасақ, ақ ниетті мырзажан, қызметте де өнерде өз-өзіне ырзажан. Сөз кезегін бергенде тоқтамастан сартылдар. Жүрегінің түбінде найзағайдың отындай жарқыл бар. Тілек айтты Құрманғали құдамыз, шапалақтар шартылдар деп қояға қайындырған. Ал келесі сөздің тізгінін міне ақ тілектің алаңына шығып тұрған ақ тілекті, ақ білекті, ақ жүректі, алтын құрсақты анамыз Алмагүл құдағидан тілек естеміз. Енді мен азғантай өлең жазып берем, ашкім жоқ, енді оқып беретін. Құрметті тойға желған тойшыл қауым, құдағай тойларыңыз құтты болсын. Міне Теміртау қаласының тойбастар мейрамханасында бүгін ұлан асыр той болып жатыр. Бұл тойдың себепшісі жен немереміз Әділеттің сүндет тойы. Осыдан 6 жыл бұрын Нұрсұлтан баламызбенен Лаура қызымыз бас қойып, енді семья болып, шаңырақ көтеріп, отау тікті. Сол отауларының ішінде Аллаға шүкір ұлды қызды болды. Бүгін міне Әділет бұларда атана болып, Лаура, Нұрсұлтан тойларың құтты болсын. Міне бүгінде бұларда атана болып, өз алдарына отау тікіп, балдарының сүндет тойы атананың міндеті дейді ғой, сол бір міндеттеріңнен құтылып жатсындар. Алла осы тойлар айырмасын. Әрқашан тапқандарыңның барлығы осындай тойға берсін. Осы жерде отырған барлық кісілердің үйінде де осындай тойлар болсын.
жұғысты болсын. Әрқашан тойдан тойға ұласып жата берсін. Бала ғұмыр, қуанышты мәңгі жыр. Отырыпты сүндетке, жігіттіктің алды бұл. Құтты болсын сүндет, ол Мұхаммед үмбеті. Орындалды ойдағы атананың міндеті. Мұсылмандық иманның екендігін біл жаным. Той жасапты атанаң шашып барлық жиғанын. Өмірдің бір білесі, мұсылмандық жолы осы. Қуанып жүр ата жесі, көкке жетіп төбесі. Аман есен жетейік, тойларыңа тағы да келіп кетейік. Рахмет, бәрекелді. Ал келесі сөздің тізгінін Ақлектің алаңында тұрған, біріміздің ағамыз болған, біріміздің жағамыз болған, біріміздің әкеміз болған Асқар Таудай ағамыз Әмірхан атты көкемізден жақсы тілек естейік қанекей, немереге деген тілектен. Айтан деген сөз бар, Қодекең айтып қойды. Енді не айтарымыз? Нұрсұлтан балам, келін. Отау төгіп алғашқы тойларың құтты болсын. Дендерің ұзақ, өмірлерің ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Осы мына әділеттің ғана қызымыздың барлық тойларында біз болайық, сіз болайық, ағайын туыстар осы отырғандар барлығымыз куә болып жүре берейік. Дастарханың кеңінен жайыла берсін. Тілектеспін барлығына. Міне, бүгін балам Нұрсұлтан менен Лаураның бүгін ең алғаш тойларын істеп отыр өздері. Мен өте қатты қуаныштымын. Әрдайым осындай үйлеріңде той болсын. Әрдайым жүздерің жарқырап, келген қонақтарыңды жарқылдап күтіп алып жүріңдер. Осы мынау Әділетжан біздің тұңғыш немереміз. Менің жарық жұлдызым, жүрегім бұл менің. Сүндетке отырғыздық бұны. Бір міндетінен құтылып атыр ата-анасы. Құтты болсын. Жаным, айналайын сенен. Барлықтарыңыздың үйінде осындай той болсын. Барлық қонақтарға рахмет келгендеріңізге. Рахмет, бәрекелді. Ал ата-аналар тойларыңыз және бір мәрте құтты болсын дейміз. Мынау дұшпандарыңыз тілдемесін, достарыңыз күндемесін. Балалық ақ жүрекпен бастарыңыздағы ақ жаулық ешқашан кірлемесін деп қояқ. Тойлары құтты болсын, ал апа. Айтатын бар етті. Нұрсұлтанның әжесі біздермен бірге, осы Нұрсұлтан 24 жасқа келгенше бірге тұрды біздермен. Бірақ келін алған кезімізде ол кісі қайыс болып кетті да. Бірақ келін алмай тұрғанда өмірі айтып жүретін еді. Айгүл, мынау менің сырғам, осының Нұрсұлтанның келіншегіне тағасын деп. Сол сырғаны бүгін мен Лаураға бермекшімін. Әжесінің естелігін жақсы екенсіз. Айсырға, мынау нағашыларының сауғасы дуғол шапалақ болсын. Лаураға айсырға тағып жатыр. Әжесінің сырғасы екен, өз жоқтың көз жоқ деп бермей қойған мағаныңызға Құдайға шүкір деп қойған. Рахмет, бәрекелді. Құтты болсын, алтындай жарқырап жүре бер. Орамалды әжеңдікі ме? Сосын не ол әжеңдікі тапқат дейді. Соны айтам, енеңіз үштеңе бермеген сияқты ол. Сосын жақсылап тағып ал тағы. Әжеңнен сырғас түс қалмасын. Нұрсұлтанға деп іштеңе тістак бөткен жоқ па? Нұрсұлтанның бетінен сүйіп қой деген қошамас. Өз еркектерге сондай келе береді, өз бір шапан, бетінен бір сүйу, әйтеуір амалдайды. Мәйлі, әйелдеріміз аман болсын. Әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді деген. Жалпы осындағы ақ жаулықты аналар, қара көз қарындастар, бәрекелді дендеріңіз сау болсын. Жігіттердің атынан бір шапалақ болсын осындай әдемі азаматтарымызға. Келеміз қане.
сен маған, данасың сен маған. Рахмет мына ата аналарымызға бір иықтарына шапан. Қане шапалақ соғып отырайық. Ей, бәрекелді. Жолым саған, жетпей отыр ақылым бүгін соған. Адалдықтың бұлақтап жалауын, сол үшін де берілген ғұмыр саған. Сен сүрініп кеткенде тік тұрамын. Ақыл менен терең ойлап қараса, әке деген алдымдағы парасат. Өмірімнің өшпей мәңгі іздері артымыздан ере берсін болашақ. Айналайын абзал ана жанана, қамқорлығын көп қой сенің балаңа. Сенің ұлы мәртебеңнің алдында басын еген бала түгіл данада дейді. Естелікке суретке түсіп алыңыздар. Мына мамаларының үстіне, әжелерінің үстіне бір бабайка ма не жауып отқан? Абайка ма? Бабайка ма? Иә, сондай жауып отыр. Неде болса құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Немеренің қызығына тоймай жүре беріңіздер. Рахмет. Отыра беріңіздер. Рахмет. Енді дастарханның басына жақсылап жайғасайық, тойда кездесейік. Алағайындар, бүгінгі мына қуаныш, бүгінгі мереке біздің, яғни Әмірхан ағамыздың Құлжановтар әулетіндегі болып жатқан думанды той ағайын. Бұл кісілердің руы табын. Солай ма? Тама. Яғни жетіру. Мен жетіруға жем болам. Телеудің женімін ұруым әлімбет балқы. Ал енді осы нағашым тойынан бірдеңе алып кетем ба дегенде ойым бар ағайындар. Тойлар құтты бола берсін. Қазір мына жерге сіздердің алдарыңызда қазақтың қазығарта жал жаясын, жегенде қарның тойып марқаясың, алдыңа жамбаспенен қазы кесе қалайша жемеймін деп айталасың дейді. Бүгінгі тойымыздың алғашқы тағамы бес бармақты тарту өтеміз Қанеке. Ал бес бармақ. Қалған пакетке салып алыңыздар, алдымыздағы асқа қарайық. Ас адамның арқауы, арақ оның тарқауы дейді, 50 граммнан да алып қойыңыздар. Той құласа берсін. Біз мерекені әрмен қарай жалғастырып, жаңа тойымызды әсем биімен ашып берген Айсафи би тобының орындауындағы тамаша биге кезек берейік Қанеке.
Рахмет Айсапи би тобына ду шапалақ соғайық. Рахмет, керемет. Өнерлерің өрлей берсін дейміз. Ал тойға келген ағайындар, алдымызда ас келді. 5 бармақтан алып 5 минут кішкене үзіліс жариялаймыз қанекей. Рахмет, бәрекелді. Ал тойға келген ағайындар, мынау асқазан майланып, көңілдеріңіз жайланып қалды ма? Ай, тамаша. Біз мерекені әрмен қарай жалғастырайық. Нұрсұлтан, Лаура, келеміз қанекей, келейікші. Жақындайық. Қайда жаңағы мына жердегілер тамақтанып алды ма? Біздің мына жерде қарындасым қаға кетіп қалды. Ан жақта тұр екен ғой. Тамақ жеп алыңыздар. Тойлар құтты болсын. Нұрсұлтан, сен мына жаққа келеміз. Бүгінгі тойда осы біздің әділет баламыз ғалым болсын деген стол айқайлап бір шапалақ соға ашқан екен. Кет! Әділет баламыз президент болсын дегендер шапалақ соға. Айқайлап сыйлық береміз, сыйлық. Қай стол? Қарап тұрыңдар, қазір сұрап аламыз. Әділет баламыз халықтың ұлы болсын, елдің ұлы болсын дегендер. Ой, бәрекелді, тамаша. Той құтты болсын. Ауқат жеп алдың ба? Жеп ал, әзірше жұмыс істемейсің, осындай жерден бір амалдап тойып не қыла бер. Мәртебелі мырзалар мен ханымдар, Нұрсұлтан, мына жақта қай стол қатты айқайлап шапалақты қайсысын мықты соқты. Соған мына жерде приз бар. Қайсысын берейін, Лаура? Менің бастығым Лаура болып тұр ғой бүгін. Қалағанымды бер дейді, қалағаныңды берейін. Қай стол? Айқайлайық кәне дұрыстап. Қайсысы? Жайдан жаққа берсек, ан жаққа екі стол. Қайсы екі стол? Үш стол ма? Үш столдан онда біреуден келеміз. Келіңіздер. Қайраттың отырған столы. Ана шеттегі стол, сосын мына стол. Үш стол дейді. Үш столға. Лаура. Ой, бәрекелді, тамаша, керемет. Ке. Сен точно айқайладың ба жаңа? Айқайлаш? Что-то айқай шықпайтын сияқты ғой? Әйда! Ай, бәрекелді, тамаша. Құтты болсын. Ау. Мынау не ол? Шықайтын? Мынау сізге онда. Әке. Мынау сізге. Құтты болсын, дендерің сау болсын. Тойда берген тойда қайтады дейді. Ойыстып, біздің Нұрсұлтанның және бір тойына кеп сіздер сауға бере беріңіздер. Ал, мына жақшы, мына жақ. Қай стол? Естілмей атыр. Не слышно? Қай стол? Қайсысы? Қолың дұрыстап көрсетші, бір қолайсыз көрсетеді екенсің. Арғы үлкен апа ағаларымыз отырған стол, е? Сонымен берге стол ма, мына шеттегі құрдастар, сырластар, той дегенде жайдан жай тұрмастар. Қайс, міне ақа берейін, апаларыма берейін. Кәне апа, ой, бәрекелді, құтты болсын. Жеңістеріңіз құтты болсын. Ма? Аласың ба? Ал, құтты болсын, я. Үйіңде той болсын, жуамыз. Давай, да утра қуамыз деп қойсаң да. Рахмет. Енді, құрметті ағайындар, біз мерекені дәл осындай қазір кімде кімнің аттары аталып, яғни
мына Ақтілектің алаңына шыққан кезде сіздер дәл осындай қошемет соғып отырыңыздар. Сіздер шыққан кезде осы кісілерде қол соғып отырады. Қазір енді былай қыламыз, құрметті көпшілік. Бар бағасын көрсеткенде ағайын, мұндай тойда қалайшамын тағайын. Ағайын тату болса аз көп деген мақалды айтып тағы да бір жар салайын. Ағайындарды Ақтілектің алаңында қарсы алайын деп. Құрметті көпшілік, қазір ешкімнің атын атап түрін түстемейміз, түсін түстемейміз. Сондықтан да жалпы осындағы біздің Нұрсұлтанның ағайындары, жалпы тамалар әулеті деген бар ма? Кім мен тамамын деп тойға келді? Орындарынан тұрсын, ортаға қарай жүрсін. Және біздің Лаураның ағайын туғандары, көнектер қайда? Көнектер. Көнектер келсін қанеке. Тамалар мен көнектер. Ойландырам сенің қамалың, сүйемдіге сені ұялғаным мен, мөппілдір көзіңді қиялдадым мен. Көзің жауын алар жанарың, мені ойландырам сенің қамалың, сүйемдіге сені ұялғаным мен, мөппілдір ай көзіңді қиялдадым мен. Мен сүйе алмадым мен, қалай қылайын, мүлдем үндемейсің сен, қалай қылайын, мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын. Тамаша, бәрекелді. Айтқандай пожарный шақырып қойдың ба? Тамаша. Мұна ағайындарың өртейін деп тұрған сияқты ғой мына жерді кәдімгідей. Біздің Нұрсұлтан не ағып анастол деп атырсың? Сөйтсің қайын жұртың екен ғой жаңағы бергендерің, Ой, бәрекелді. Ал тамаша, енді құрметті қонақтар, барлығымыз сөйлеу шарт емес. Жасы үлкен кісілер жақсы тілек айтсын, жастарымыз қосылайық. Келістік па? Ал сөйлейтін кісілер бір қадым алдыға шығайық қанеке. Апа, келіңіздер қане. Әже келіңізге. Ой, жаным, әжем. Деніңіз сау болсын әже. Шаршамаңыз, тек осындай тойда жүріңіз. Құрметті тойға келген қонақтар, қадамдарыңыз құтты болсын. Міне бүгін Нұрсұлтан бала мен Лаура келінім ата-аналық міндетінен құтылып отыр. Әділет баламызды мұсылман қылып, мұсылмандық тойы құтты болсын. Нұрсұлтан жан қайда? Осы тойлары тойға лассың. Ұлдары қыздары көп болсын, ізінен ұлдар қыздар ере берсін. Мінекей, құда-құдағилар, сіздеріңді жем балдарыңыздың сүндет тойы құтты болсын. Айгүл, Алеша, сендердің де тойлары, осы бүгінгі немерелердің тойлары құтты болсын. Дендері сау болсын. Осы ортаға келсек, Теміртауға келсек, ағайындарымызға, туғандарымызға тек той деп келейік. Осы әрдайым дүниеміз тыныш болсын. Тойдан тойға ұласа берсін. Басқа не дейміз енді? Құрметті құдағайлар, кеш жарық. Мына болып атқан тойымыз, мына Айгүл, қайным екеуің тойларың құтты болсын. Нұрсұлтан, Лаура, құтты болсын тойлар. Мына балапанымыздың өмір жасы ұзақ болсын, сүндет тойы құтты болсын. Той деп келейік, тойдан той ұласа берсін. Той құтты болсын. Рахмет, бәрекелді, мына иықтарыңызға шапан жауып жатыр. Құрметті қонақтар, кеш жарық барлығыңызға. Құдағай, құда, көке жеңше, бүгін тойлар сізге де құтты болсын. Лаура, Нұрсұлтан, міне бүгінгі баламыздың сүндет тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Осы әділетіміз биіктерден көріне берсін. Ассалаумағалейкум, қадірменді, құрметті туыстар, бауырлар. Бүгінгі әділеттің сүндет тойына қош келдіңіздер. Лаура қарындасым, Нұрсұлтан күйеу балам. Ұлдарыңның қызықтарын көріңдер, өмір ұзақ болсын. Осындай тойларда кездесе берейік. Дастархандарыңыз мәңгі бақи ашық болсын. Дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Алла тағала
балаларыңның сүндет тойын нұрдан нұрға жалғастыра берсін. Енді кішкене неміз бар еді соны. Құрметті жиналған қауым, ағайын туыс, жақын жекжаттар, мінекей Нұрсұлтанның ата енесі сіздерге де үлкен рахмет. Немерелеріңіздің алғашқы сүндет тойы құтты болсын. Құрман көке, сіздерге де құтты болсын. Лаура Нұрсұлтан әрдайым өстіп, төрт құбылаң осылай жиналып, әрдайым қуанышта осындай жерде кездесе берейік, той болсын. Ассалаумағалейкум, алыс жақыннан келген ағайын туыс бауырлар. Нұрсұлтан, әділет ұлымыздың сүндетке отыруымен, мұсылман болуымен құттықтаймын. Алла берса, алдымызда одан да үлкен тойлар бола берсін. Әмірхан аға, Айгүл жеңше, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Әрдайым осылай ағайын туыс бауырлардың арасында осылай жасарып, ойнап күл жүре беріңіздер. Әрқашанда отбасыларыңызда той қуаныш бола берсін. Рахмет. Сөйлейсіз ба? Сөйлеңіз. Рахмет. Әмірхан аға, Айгүл жеңше, бірінші сіздердің тойларыңыз ғой енді. Тойларыңыз құтты болсын, немерелеріңіздің мұсылман болып жатқаны құтты болсын. Тойға ұласа берсін, дендеріңіз сау, аман болыңыздар, осы біздің ортамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Нұрсұлтан, Лаура, сіздерінде тойларыңыз құтты болсын. Рахмет, құрметтеп осы жерге шақырғандарыңа. Балаларың көбейе берсін, дендері сау болсын. Екі бүлдіршіннің артынан ере берсін. Тағы бүлдіршіндер көбейете беріңдер, тамаларды ата біз постоянно аз болып қала береміз. Тамалар көбейе берсін. Той құтты болсын, рахмет. Рахмет. Сөйлейсің ба? Аға жеңше, бүгінгі бірінші алғашқы тойларыңыз құтты болсын. Адикошымыз үлкен азамат болып өсе берсін. Болашағы жарқын, үлкен белестерден көрінетін ер азамат болып өссін. Артынан ерген іні сіңілдері көбейе берсін. Бәрлеріңіз отбасыңызбен бақытты болып, арамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Отбасымыз тату болсын. Рахмет, бәрекелді. Келін қошамасы. Туған келдің ба? Лаура жүрегін жарып қойғансың ба? Дірілдеп зорға сөйледі ғой. Мына әділеттің атасы мен әжесі, наға жәсі аталарына кішкене сыйлығым бар еді, соны рұқсат беріңіздер табыстауға. Рахмет. Қалғанымыз қосыламыз ба? Ертең тоймақтарда сөйлейміз қалғанымыз, Құдай қаласа. Ал сөйлеген кісілерге де, сөйлемеген кісілерге де мыңда бір алғыс дейміз. Ұлдарыңыз он шақты, қыздарыңыз он шақты болсын. Көңіл қалай босасын, қолым қалай босасын. Той жасаған осында тамалар мәңгі жасасын деп қояйық қанеке. Ал, сауға табыстаймыз қанеке. Биле, биле, биле. Көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсың жанымнан, сен іздеп жаным сағынам. Көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсың жанымнан, сен іздеп жаным сағынам. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Қане естелікке суретке түсіңіздер, естелікке. Жоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Рахмет, тамаша. Қазір өзі биге кезек береміз. Естелікке суретке түсіп алыңыздар. Сурет арзан, неше мың теңге? Мына құрметті ағайындар, біздің естелік фотоаппарат қайда? Біздің Лаура мен Нұрсұлтан мына жерге дейтін қараңыздар. 3 этаж ойыншық әкеп қойған сыйлық сіздерге.
Одан бөлек далада бір газель тұр. Және Теміртаудан двухкомнатный квартира деп атыр ағайындар. Енді барлығымыз бір атаның баласындай болып ат салсайық. Бүгінгі тойымызға ең бір келген қонақ бар ма? Ең бірінші келген қонақ кім? Ең бірінші келген қонақ кім келді? Кім келді ең бірінші? Уақыт дейді, уақыт. Кім келді дейді? Кім келді? Мен келдім бірінші, сосын. Ана төрде отқан құда ма? Анық па? Құдалар келді дейді бірінші. Құдалар қайда? Құдалар балдауына берсейш. Рахмет. Нешеде келдіңіз? 4-тен 35 өткенде келдім. 4-тен 35-те. Точно. Аспаннан қыз түссін бойым жүріп түссін деңіз. Я дейді, точно айтамай тұрысқа. Туғал шапалақ. Әрқашан кешікпеңіздер. Той құтты болсын, жұғысты болсын сізге. Тойымызға бүгінгі мерекеге деп әдейі ең қымбат көйлек киіп келген бар ма? Қымбат, қайсысынікі қымбат? Қайсысының көйлегі қымбат? Мамамдікі қымбат? Нұрсұлтанның мамасының көйлегі қымбат дейді ағайындар. Ал одан кейін. Кімдікі қымбат кәне? Как положен, чектерін көрсетесіздер, әшен бере бермейміз біздер. Кімнің көйлегі қымбат? Модный. Кімдікі модный? Тұрайықшы кәне. Апамдікі ма? Қайсы? Сол. Қане қайсысы тәте? Атын айтсайшы. Айгүміс тәте дейді. Көйлек киіп келген. Жылтыр көйлек. Көйлек күштіген. Қай жақтан алдыңыз тәте? Қайдан алдыңыз? Инстаграмнан киінетін тәтеме дуғал шапалақ болсын. Ақ тілегіні жиіп кеген, ойын бір жерге түйіп кеген, басын төмен иіп кеген, бетіңнен сүйіп кеген, подаркыны үйіп кеген, бүгінгі той болады деп Инстаграмнан қымбат көйлек киіп кеген тәтемізге дуғал шапалақ болсын. Бұл сәнесің осы бір бойдың, сен үшін құташа мұдни болдым. Жоқ деме көріктің, сүйіктің десем, қасым. Сосын, мына жерде ер кісілерден басқа кімнің прическасы? Осы тойда ең қымбат прическа кәне? Кімнің прическасы әдемі? Келеміз Лаура. Кәне? Әйел кісілерден келеміз. Кеш, қараш мен прическа. Қайсыңыз? Салонға кім барды? Салонға кім барды? Кәне? Майрамкүл тәтемнің шашы қысқа болғанмен дейді, прическасына уақыт көп кетеді дейді. Майрамкүл тәте. Кәне? Қаш қызы сұлу болмаймын, махаббат апарады гавайға тағы сезерсің. Жүрсің. Рахмет. Бұдан былай салонға бармай дейді. Үйден өзі шашын істеп келе берсін дейді. Майрамкүл апаның шынында да әрбір талын отдельно краскілеген ау деймісізің, ә? Дуғол шапалақ. Рахмет, әрқашан өйстіп әдем болып жүре беріңіз. Ал бүгінгі тойды болады деп, бірақ мына салонға ақша құртпай, тіптік үйінен боянбай келген қыз келіншектер бар ма? Кім бар? Боянбай келген. Бүгінгі тойда кім? Кәне? Кәне? Боянбай келген бар ма араларыңызда? Кәне?
Қане ду қол шапалақ болсын. Қандай бақыт сені қандай бақыт сені Боянған жоқсыз ба? Бұдан бұлай тойға боянып келіңіз, болмайды деп қойсаң да. Рахмет, апа, сіз боянбай сұлусыз ғой. Ой, әнекей, жүзіңізден күннің нұры төгіліп тұр. Әрқашан өйстіп жүре беріңіз. Бұдан бұлай боянып жүріңіз деп қояды дейді. Рахмет, Нұрсұлтан. Кеше сен мына официант па деп қола берем, бағанан бері аншетке тұра бересің, ақ көйлек қара шалбарды киіп алып. Мына жерде Нұрсұлтанның достары бар ма? Нұрсұлтанның достары. Әйелінен қорықпайтын достар шығамыз қанекей. 5 жігіт келекші. 5 жігіт әйелінен қорықпайтын. Әйелінен. Открываю двери без ключа. Ой, ой. Налетели как саранча. Екеу. Үштеу. Стал богаче даже богача. Әйелінен қорықпайтын. Раскидался как Джеки Чан. Такой красавчик. Ау, не ол? Қайнысына, туған қайнысы, қайның аты кім? Төрем, сені жақсы көрем. Мен жабайшы иығына. Нағашымның иығына шапан жабайшы қанекей, дуғол шапалақ болсын. Рахмет, бәрі келді. Тамаша, красавчик. Сосын, кімге? Ұлына. Мынау қатып кетті. Әлижан Еркебұлан ұлы дейді. Қайда? Әлижанға. Анау ше. Жұғысты болсын дейді. Мынау әділет дейді. Әділеттік екен мынау. Әділет кигізіп қоямыз. Жаңа қай жерге келбек? Әйелінен қорықпайтын еркектер екен ғой айтқандай. Бар ма араларыңызда? Мынау бар екенсің ғой. Мен сияқты дөу болғанмен не ма? Сыйлайсың, әйеліңе беткені ымдағаннан әйелін ыммен сүндіріп қоятын жігіттер керек бұл жерде маған ше. Кім бар? Және кім бар? Мына жақтан кім бар? Нұри. Кім бар мына жақта? Әйелінен қорықпа. Әйелің бар ма осы жерде? Анық. Дуғол шапалақ болсын. Келеміз. Әйелдеріңді бір ысқырықпен ара қалып шығыңдаршы қанекей. Бір ысқырықпен. Маңайғы жөресіне болды му? Кәне, ысқырып. Ысқырықтан танып атыр ма? Мынау ысқыр алмайды ғой? Қалай ысқырғансың, кәне? Мұна ысқырыққа әйел тоқтамайды ғой бала? Сен. Кәне? Тамаша, ал. Әлі ысқырып үйренген жоқпыз. Ысқырып үйренген жоқсың ба? Айқайлап болмаса. Үйленбеген ғой просто. Түрің осындай ма? Түрім осындай. Келшегің бар ма жоқ бұл жерде? Үйленген жоқпын. Үйленген жоқсың ба? Онда туғыл шапалақ болсын. Құдай қаласа, мынау саған сүлгі полотенце үйленсең керек болады. Туғыл шапалақ болсын. Әйелінен қорықпайтын дедім ғой. Келмейміз ба? Кім бар? Келек шыққаны, бір жігіт келек. Сен де ысқырып не қалдың ба? Ысқыршы сен де. Әйелдері келе берсін, әйелдері, ысқырған әйелдері. Қайда әйелі? Мұналардың үш қайсысы ысқыры. Бұлардың бәрі жағы батсаппа бір бәлемен үйленгендер өйдеу шамасы. Баяғы біздердің көкелеріміздің кезінде ысқырған солай ма? Ысқырғынан танитын болған ана кісілердің қыздар деген. Соның біреу мен деп қаттайды әйел жоқ көзім. Тамаша, сен де досы ма? Кәне бір ысқыр жібеш. Мұна айрат тошын бар ғой. Дуғол шапалақ болсын, келеміз қанекей. Достар, жастарға бір қол соғаш қане. Яғни біздің әділеттің папалары мен мамалары деп айтамыз, я? Енді келеміз қане. Келіңіздерші, әркім
өзінің мына жерге тұрамыз. Қатарға тұрамыз. Әркім өзінің күйеуіне қарап тұрсын. Әркім өзінің күйеуіне қарап тұрсын. Ой, ана көрдің бе? Қаспен сындырып қойып жатыр ғой мына жігіт. Айғырдың не дейді? Бойына қарама дейді ме? Бірдеңе дейді ғой. Арқарек. Ана жанына жақындайық. Әркім өзінің так. Бәрі все нормально, объем бәрі тура келіп тұр ғой. Енді былай қыламыз. Бүгін құрметті ағайындар, құрметті достар, бүгін бір кішкене қысқа нұсқа ойын ойнаймыз. Яғни бұл ойынның аты осы біздің мынау әйелдеріміз перзентханада ама босанғансыздар сіздер. Бұл ойында да перзентханада жатырсыздар. 9-шы этаждасыздар. Күйеулеріңіз қолдарында гүлі бар, келіп тұр сіздерге. Осы менің қолымда қағазда, мына бала бүгін баланың сүндет тойы болғаннан соң бала туралы бір кішкене ойын ұйымдастырайын дегем. Осы жерде сұрақ бар. Бала туралы сұрақ. Соны әйелдеріңе қазір музыка қойылады, мынаны оқып болғаннан кейін. Айқайламайсыздар, жаңа ыммен түсіндіріп қоямын дедіңдер ғой. Енді ыммен түсіндіреміз. Кім ыммен түсіндіре алады екен көрейік. Ал мұқият тыңдайық. Мынаны араластырып жіберейін. Кімге қандай сұрақ түседі? Енді несібелерінен көресіңдер, мен таңдап келген жоқпын. Бұны Астанадан, как положено, министерстводан бекітілген. Ал, қане кім алады? Бісмілләсін бастаңдар. Оқымаңдар, бірінші оқы деп айтам, теріс қарады. Ал, келе. Қане. Ал, дайынбыз ба? Қазір былай қыламыз, оқып болғаннан кейін мен ана жерде музыканы жігіттерге айтам. Сендер әптен түсініп алғаннан кейін сұрақты өздерің мағынасын түсініп алғаннан соң музыканы жігіттер музыка қойып қояды. 1 минут. Со 1 минуттың ішінде әйелдеріңе орындарынан қозғалмай түсіндіріп бересіңдер сұрақты. Әйелдер түсінген болсаңыздар, түсіндім деп айтасыздар. Айқайламай қалғанымыз тым тұрыс тұрамыз. Сосын түсінген болсаңыздар айтасыздар. Кестік қоя. 1, 2, 3 жігіттер сұрақты оқимыз. Сұрақты оқыңдар жақсылап. Түсіндіңдер ме? Түсіндің ғой. Енді бүктемеңдер, жайлап қойып қойыңдар. Ал енді музыка қоямыз. Әйелдерімізге не жазылғанын түсіндірейік қанекей. Шапалақ ұрып отырайық қалған кісілер. Сұлу болмаймы, махаббат апарады гавайға тағы сезерсің деп. Музыка қоямыз, көтер. Ты девочка такая, еще на виду. Покатай хочешь, мерсилю мать любу. Я же знаю, тебе нравится вся эта роскошь. Надеюсь. Еді, бірінші мына шеттен бастайық жаңа. Қалған кісілер тым тұрыс тұрамыз. Айтпаймыз. Сіздің күйеуіңіз не деп жатыр? Тыш қалған кісілер. Атын қойып жатыр дейм. Атын қойып жатыр дейді. Мына жерде сұрақ, баланың атын кім деп қоямыз дейді. Уғал тамаша. Ал, келесі. Сіз не түсіндіңіз? Не түсіндің? Ұлма қызба дейді. Ұлма қызба дейді. Сұрақ, ұлма қызба дейді. Уғал шапалақ болсын ағайындарым. Ал, келесі, сіз не түсіндіңіз? Кіндік шеше? Баланың кіндігін кім кесті дейді. Уғал шапалақ болсын тамаша. Жігіттер. Ал, не деді? Кімге ұқсайды? Кімге ұқсайды? Бала кімге ұқсайды дейді. Уғал шапалақ болсын. Рахмет. Өз екеуіңнен басқа ешкімге ұқсамайтын сияқты ол. Сіз не түсіндіңіз? Ал, сіздікше. Салмағы қанша? Баланың салмағы неше килограмм болып туылды дейді. Уғал шапалақ болсын әнеке. Жігіттеріміз тамаша, керемет. Жаңа біздің Лаура қайда? Лаура!
Қаяққа кетіп қалдың? Дұрыс қаптамай жатыр деп кетіп қалған жоқсың ба әйтеуір? Мынан қыздарымызға бір сауға берейік Кәнеке. Келеміз келіндер. Айналайын келіндер. Мына жерге келіңдер. Енелерің не десе де көніңдер. Ал келіндерімізге бір сыйлықтан береміз. Мына өмірде бір-бірлеріңізді түсініп жүре беріңіздер. Дуғол шапалақ болсын, жігіттеріміз бар қоя. Әңгіме жоқ екен жігіттерге ше. Аммен түсіндіріп атыр ғой бәрі. Әрқашан үйсіп, үйлеріңізде тек бір-біріңізге аммен түсіндіріп айқашу шықпай ыдыс-аяқ сылдырамай жүре беріңіздер. Тек қана әрекет дастарханның басына жайғасамыз. Ей, тамаша. Бар байлық пен береке сенде екен дейді. Осындай байлықтан, осындай берекеден, осындай мерекеден Құдайым ешқашан айырмасын, пейілдеріңіз ешқашан тарылмасын деп отырып, мен келесі сөздің тізгінін қазір Ақтілектің алаңына үйдің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашыдан деп. Біздің Нұрсұлтандай тек тұтуған ұлымыздың нағашыларын және осындағы құдаларын Ақтілектің алаңына шақырайын. Нұрсұлтанның нағашылары қайда? Нағашыларға қошемет қайда? Көзің теңіздей толықпаған, кезің жоқ өзіңізден сырық баған. Алыста жүрсің дағы махаббатым, мен сені ұмытпағым. Алыста жүрсің дағы махаббатым, мен сені ұмытпағым. Ай, мақпалым-ай, ғашық болдым кірпігіңді қаққаным-ай, кербезденіп жүріп келе жатқаның-ай, періштедей сүйкімді сұлу қызды өзгенің тіл көзінен сақтағыдай. Мен өзіме сен алмаймын, қайтадан бір өзіңді тапқаным-ай. Ей, рахмет, тамаша. Құда келді ма, құда? Құда келді ма, Нұрсұлтанның құдалары? Келіңіздер, Нұрсұлтанның құдасымын деп келген кісілер болса келіңіздер. Ал, нағашылар жиендердің тойында ойнап билеп келсе, жиендердің бағашылар дейді. Әрқашан жиендердің бағашылып жүре берсін, нағашылардан әдем тілек естейік. Кәне, апа келіңіздер, мына жаққа келейік. Бір қадым алдыға шығайық, сөйлейтін кісілер. Қалған билейтін кісілер арқаға тұра береміз. Келіңіз, аға, келесіз. Күйеуім далаға кетіп қалып еді. Кеш жарық, құрметті қонақтар. Бүгін жиналып отқан себебіміз айналайын Айгүлжан, қайным, тойларың құтты болсын, тойларың тойға берсін. Осы тойдың себепші мына Нұрсұлтан баламның әділет. Баламыздың сүндет той екен. Сүндет той дені сау болсын, үлкен белестерден көрініп жүре берсін. Әрдайым үйлерінде той болсын, тойғана болсын. Мына келіп жатқан халықтарға рахмет. Осындай тойларда кездесіп отыра берейік. Мына семьямның арқасынан подаркым бар. Не дейміз? Ассалаумағалейкум. Алыс жақыннан келген ағайын туыс, құда жекжаттар. Мына бүгін жиналып отқан себебіміз Әмірхан құдамыз бенен Айгүл құдағайымыздың тұңғыш немересі сүндет той екен. Сүндет тойы құтты болсын, үлкен азамат болсын, біздерге де жұғысты болсын, тойларыңыз тойға ұласын. Құдағайлар, екі жаққа да тойларыңыз құтты болсын, сіздерге де құтты болсын. Әділет жанның дені сау болсын. Лаура, Нұрсұлтан құтты болсын. Алғашқы тойларың дені сау болсын, үлкен азамат болсын да. Ізінен ере берсін, тойларың тойғаласа берсін. Рахмет. Кеңіс аға. Ассалаумағалейкум, той сүйер қауым және осы тойға жиналған мәртебелі қонақтар. Міне бүгін біздің Әмірхан пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған деген жездеміз болса да аға деп сөйлейміз әбекеңді. Және Айгүл апамыздың
тұңғыш перзенті Нұрсұлтан жиеніміз және тұңғыш келіні Лаураның отбасында бір үлкен бір қуанышты той болып жатыр. Оның себебі мына әділет балдарының сүндет тойы болып жатыр. Ата-ананың бір парызы баланы сүндеттеп мұсылман қатарына қосу деген. Осы жақсы ниет тойларыңыз әділеттің ата әжесіне, әке шешесіне құтты болсын деймін. Мына осы қожалықтарыңызда әрқашан осындай жақсы ниет той-думан бола берсін. Алла бұйырса әділеттің ізінен тағы да бір ұлдар келе берсін отбасыларыңызға. Жаңа бір жақсы ырым қылып Әмірхан ағамыз айтып жатыр, үйіңізде той көп болсын деген кезде аманшылық болса, менің 63 жасыма келіңдер деп ниетін білдірді. Сол 63 жасына келейік, оған дейін әділеттіңізден де тағы бір балдар келе берсін, сүндет тойлары бола берсін. Сол тойларға осы жерге келген қонақтардың бәріміз аманшылық болып құтты болсын айтып келе берейік. Тілек көп қысқа қылып жатыр менді. Тойға жиналған қауым баршаңызға той құтты болсын. Әмірхан, Айгүл, мынау немерелерінің сүндет тойын өткізіп жатыр екенсіңдер, құтты болсын. Әділетжан жақсы бір беделді азамат болып өссін. Нұрсұлтан, Лаура, сендер ата-аналық міндеттеріңді атқарып жатыр екенсіңдер, құтты болсын. Сүндет той құтты болсын. Әділет бір ағайынға өздеріңе мейірімді, ағайынға бір жақсы бір азамат болып өссін. Елімізге қызмет ететіндей жақсы бір азамат болсын. Шаңырақтарың шаттыққа толсын. Арқашында өздерің жүздерің қандай жарқын әдемі болсаңдар, жандарыңа жиналатын адамдар да сондай мейірлі, жақсы, адамгершілігі мол адамдар болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Осындай жақсы тойлар баршаңызға жұғысты болсын. Рахмет, қалғанымыз. Әділетті қырқынан шығарған соң. Әділеттің қырқынан шығарған сосын тұсауын кескен, Ай, бәрекелді, рахмет, құтты болсын. Өстіп шарқырап жүре беріңіз. Ал қалғанымыз не аламыз, қосыламыз ба? Қалғанымыз қосылайғы. Кім? Сөйлеңіз. Әбеке, Айгүл апа, тойларын құтты болсын. Нұрсұлтан, Лаура, әділеттің сүндет той құтты болсын. Рахмет, бәрекелді. Міне нағашылар, не дейміз, мынау жүрген жерлеріңіз ойыны сауық болсын, дұшпандарыңыз ауыт болсын дейік. Ұл қыздарыңыз өсіп өніп өркендеп, шетінен профессор, академик, науық болсын. Жаман дегенде құмала қашатын тауып болсын деп қояқ қанеке. Ал той құтты болсын, той қалып келген тоянан табыстаймыз. Бәріміз келу шарт емес қане. Жібер қанеке нағашыларымыздың құрметі. Естелікке суретке түсіп алыңыздар жиендермен. Естелікке суретке түсіп алыңыздар. Ассы сурет 500 теңгеден. Әппақ қыз ұрладың менің еркімді, әппақ қыз тұзбаша берген сертіңді, ендегі өзгермес сезім қамалы өзгеріпсің. Естелікке суретке түсіңіздер. Алатын болып түсіңіздер, алмай кетіп қалмаңыздар әйтеуір қазір. Рахмет нағашылар дейміз қойған екен. Тамаша дастарханын басқа жайғасамыз қане. Қуанышын көрем бүгін туыстардың, шынында бақыттылар қосылады күн бол. Мына жерде біздің Лаура қайда? Лаураның нағашыларына кезек берейік қанеке. Жан жарыңды сыйлай біл, бақыт үшін баланың дейді. Нағашыңды сыйлай біл, ақ сүті үшін ананың деп. Лаураның нағашылары келе жатыр қане. Лаураның нағашылары қайда?
Және Лаураның бөлелер қуанышқа кенелер дейміз. Лаураның нағашылары бөлелер келеміз қане. Билеп келейік қане. Аналардың бірге туған бауырысың нағашы, жиендердің сүйенетін тауысың сен нағашы. Сендер барда жүректерге бұл түнбейді нағашы, сендер келіп жиендердің қуануын қарашы. Жүректен бақыт тілеп ақ тілекті арнадым, жиендердің қуанышын жақсы биге. Рахмет, бәрекелді. Ал нағашыларымыз қайда Қанеке? Бөлелер қайда? Жақсы тілектермен әрмен қарай қысқа нұсқа қылып жалғайық. Осыдан кейін антракт жариялаймыз ағайындар. 2 сағат билейміз. Ал Қанеке, кімнен бастаймыз аға? Ассалаумағалейкум құрметті қонақтар. Жиналып отқан себебіміз мына бөлем Лаура мен күйеу балам Нұрсұлтанның әділеттің сүндет тойы. Қош келдіңіздер. Барлықтарыңыздың үйінде осындай той болсын. Нұрсұлтан тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласа берсін. Ассалаумағалейкум жиналған қауым. Бүгінгі той құтты болсын. Нұрсұлтан Лаура. Әділеттің сүндет тойы құтты болсын. Өмір жас ұзақ, дені сау болсын. Той құтты болсын. Әрқашанда тойға жинала берейік. Бүгінгі себепші Нұрсұлтан Лаура, тойларыңыз құтты болсын. Құда-құдағай Алмагүл Құрманғазы, немерелерің тойлары құтты болсын. Әрқашан осы үйге той деп келейік. Барлық жақсылықтар тілеймін. Басқа да тойларында бас қосып отырайық. Әрқашан осы үйге той деп келейік. Апа сөйлейсіз бе? Приз алған. Не қалайық бүгін Нұрсұлтан мен Лаураның үйінде ақтүйенің жарылған күні. Нұрсұлтан, Лаура, тойларың құтты болсын. Мына ата-ананың парызы ғой. Мұсылман қылып атсыңдар. Құрман, Алмагүл, Әмірхан құдағи құтты болсын сіздерге да. Тойыңыз тойға ұласа берсін. Мына кеше ғана кішкентай Лаурамыз бүгін ана болып, Лаураның өзі, мен өзім қарағам Лаураға. Айтасыз ба? Лаураның ата-анасы болған мен, олар қараған жоқ, бірақ біздер қарадық. Соған Лаураға айтып жатырмын, сен ең әдемісі маған кигізуің керек бүгін. Дұрыс па? Әрқашан тойларың тойғаласа берсін, тойларың құтты болсын. Тек осы балапандардың қызықтарын көріңдер. Әлі тойдың арқасы ашық. Тойларың алғашқы той ғой болып атқан. Нәсіп болса, бұдан да үлкен тойлар тойлай береміз. Құтты болсын. Рахмет. Сөйлейсіздер ме? Сөйлейсіз бе? Болды ма, қалғанымыз қосыламыз ғой, әрқашан осындай жақсы күнде, осындай сәтті күнде аманшылықта кездесіп жүре берейік. Тойға алып келген той ананы табыстаймыз. Біздің Лаураның бір настроениесін көтеріп қояйық Қанеке тағы да. Естелікке суретке түсейік сосын. Естелікке суретке түсіп алайық. Біздің келеміз. Тамаша. Аппақ қыз ұрладың менің еркімді, аппақ қыз тұзбаша берген сертіңді. Рахмет. Алып келген сауғаларымызды табыстайық енді Қанеке. Ал Қане. Қане.
Lauraның nағашылары, Lauraның бөлелері. Шаһарда бір сұлу бар, ештеңе жоқ, ерте гүл бар. Сөздер айтсам созылмақ, маған қарап күлім қадап. Сен менің жүрегімді иелеп алған, сен мағамасың, сен мағамасың. Қап-қара көздер, айтылды сөздер, жүрегімді ашсын, жүрегімді. Сен менің жүрегімді Рахмет, бәрекелді. Ендеше, құрметті ағайындар, кезекті мынау біздің тойымыздың сәнін келтіріп жүрген Айсафи бишілеріне берейік қанеке. Айсафи. Ой, тамаша. Негізі біздің өзбекстанскилерге би онша қажет емес, мен байқаймын ғой, өздері биші олардың. Уақыт күтіп отыр ғой бәрі. Boshida do'q bizari, Samarqandning go'zali. Boshida do'q bizari, soladi menga nazar, jonima berdi ozor. Soladi menga nazar, jonima berdi ozor. Pari pari pari, tegmasin nazari. 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 Aha! Kelarmi bir bor go'zal, dilrabo zebo go'zal. Kelarmi bir bor go'zal, dilrabo zebo go'zal. Soladi menga nazar, nazar nazar nazar. Soladi menga nazar, nazar nazar nazar. Meni qushtor ayladi, yo'liga zor ayladi. Meni qushtor ayladi, yo'liga zor ayladi. Sochini sirtmoq etib, bo'ynima dor ayladi. Sochini sirtmoq etib, bo'ynima dor ayladi. Pari pari pari, tegmasin nazari. Pari pari pari, tegmasin nazari. Pari pari pari, oh, tegmasin nazari. Pari pari pari, tegmasin nazari. Kelarmi bir bor go'zal, dilrabo zebo go'zal. Kelarmi bir bor go'zal, dilrabo zebo go'zal. Solarmi menga nazar, nazar nazar nazar. Solarmi menga nazar, nazar nazar nazar. Ey, rahmet. Sizlerдің алдарыңызда Айсафи би тобы. Тамаша, керемет. Тойларыңызға шақырыңыздар. Рахмет. Ал, құрметті ағайындар, міне қабыл болған әркез батасы, сөзімнің жоқ қой қатасы, бата берсін жақсылап, біздің әділеттің нағашы атасы, Құрманғали Ақсақалдан бүгінгі тойымыздың бірінші дастарханның бәтесін аламыз қанеке, ләхия өмейін деп. Ал құрметті қалайық қанеке, басымызға байлық, денімізге саулық тілеп, ләхия өмейін деп бір білек көтеріп қол жайық қане, ләхия өмейін. Амин. Отбасы аулаймақ аман болсын, баршамызға тыныштық заман болсын. Бір Алла өмірді қуанышты етіп, дастарханда әр түрлі тағам болсын. Ұрпағы адамзаттың аман болсын, көңілді көтеретін заман болсын. Құдайым сіздерге көп бала беріп, балдарыңызға сана берсін. Балдарыңыз әрқашанда өнерлі болып, барғанша өмірлері жана берсін. Тойларың тойға аласын. Амин. Мұны бір қарарлық бәте ғой мұны. Рахмет. Ал, құрметті тойға жиылған көпшілік мәртебелі мырзалар мен ханымдар, кезекті бір сағат антрактке береміз қанеке. Орнымыздан тұрып, ортаға қарай жүріп. Жаным
жетем жетем деп алмайсың, сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Қоңыр шашы шекілдетіп елітіп, қоңыр көзі елжіретіп елітіп, өзгешелеу өңгергендей қоңыр көз, жан денемді кетті самғап желетіп. Кетем кетем деп алдайсың, жетем жетем деп қалмайсың, сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Кетем кетем деп алдайсың, жетем жетем деп қалмайсың, сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Қоңыр даусы сылдырындай бұлақтың, қиялымның қабырғасын қолыптың, қоңыраттың қызын көрген сол сәтте, аяқ асты қоңыр түсі ұнаттым. Кетем кетем деп алдайсың, жетем жетем деп қалмайсың, сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Кетем кетем деп алдайсың, жетем жетем деп қалмайсың, сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Кетем кетем деп алдайсың, жетем жетем деп қалмайсың, сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Кетем кетем деп алдайсың, жетем жетем деп қалмайсың, сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың, ей қоңырат қыз алдайсың.
ұшып барам сүйдім сені гүлнарым ей жаным деп гүлнарым күнде саған барам сенен хабар жоқ қой салам әнге салам мені сен шақырсаң құстай ұшып барам сүйдім сені гүлнарым ауылыңа күнде барып қайтамын көздеріңнен махаббатты байқадым күнде саған тәтті әндер айтамын ауылыңа күнде барып қайтамын көздеріңнен махаббатты байқадым күнде саған тәтті әндер айтамын сыйлайын гүлдер арнап күнде саған гүлденіп тұр жүзің гүл алып мен барам келдім саған гүлнарым ей жүрек дүрсілдетер күлімдесең маған сыйлайын гүлдер арнап күнде саған гүлденіп тұр жүзің гүл алып мен барам келдім саған гүлнарым ауылыңа күнде барып қайтамын көздеріңнен махаббатты